Қазақстанда неке қиюды тіркеудің ай сайынғы мерзімін күнтізбелік 15 күнге дейін қысқарту мәселесі қарастырылуда. Сондай-ақ әртүрлі өмірлік жағдайларды ескере отырып, мерзімді қысқарту мүмкіндігі сақталады. Қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес некеге тұру туралы өтініш некені мемлекеттік тіркеуден 1 ай бұрын беріледі. Көптеген жұмыс үшін бұл тым ұзақ және оны азайту үшін қосымша құжаттарды тіркеу керек. Жүктілік, баланың тууы, тараптардың бірінің өміріне тікелей қауіп төнуі және басқа да ерекше жағдайлар сияқты дәлелді себептер болған жағдайда некені тіркеу мерзімін 1 күнге дейін қысқартуға болады. Ол үшін тиісті құжаттарды медициналық мекемелерден, жұмыс немесе оқу орындарынан анықтамаларды ұсыну керек. Көптеген ерлі-зайыпты тіркеу органдарына жүгінген кезде той күнін алдын ала белгілеп, мейрамханаларға тапсырыс береді. Содан кейін ғана некеге өтініш береді. Алғаш үйленгелі отырған әр баласы жоқ жастар үшін құжаттардан тек жеке куәлік пен мемлекеттік баж салығын төлеу талап етіледі. Айта кететін болсақ, Қазақстанда соңғы 10 жылда тіркелген некелер санының тұрақты өсуі байқалады. 2018 жылы 138.876 неке қиылса, 2019 жылы 139.735, 2020 жылы 129.165, 2021 жылы 140.762-ні құрайды. Пандемия ықпал еткендіктен 2020 жылы некеге тұруға ниет білдіргендер аз болған.